иманға келген бір топ сиқыршы немесе теңіз қалай жарылды? Мұса пайғамбар алейхиссалам кезінде өзін құдаймын деп жариялаған Перғауын атты зұлым патша өмір сүреді. Ол өзін құдай санап бүкіл әлемді билегісі келетін, айтағына көніп, дегенімен жүрмегендерді өліммен қорқытатын. Бір күні Алла тағала Мұса пайғамбарға: бауырың екеуің Перғауынға барып, оны тура жолға шақырыңдар, оған жұмсақ, сыпайы, қарым-қатынас жасаңдар, жақсылыққа үндеп, жасап жүрген зұлымдығынан тыйылуға шақырыңдар деп бұйырады. Осыдан соң Мұса мен Харун Перғауынға барып, оны тура жолға шақыра бастайды. Алла тағаланың жалғыз жаратушы екенін түсіндіреді. Мұндай сөзді естіген Перғауынның ашу-ызасы келеді. Ол өзін құдаймын деп санайтын еді. Әрі қауымы да одан қорыққандықтан осыны мойындайтын. Перғауын өзінің абыройы, мансабынан айырылғысы келмейді. Қалайша сондай биіктен оңай түсе салмақ. Енді ол Мұса пайғамбарды: ей Мұса, егер менен басқа құдай бар деп сенетін болсаң, онда мен сені қамаймын деп қорқытады. Мұса Перғауынға: ей Перғауын, мен Алла тағаланың елшісі екенімді көз алдыңда дәлелдеп берсемше дейді. Перғауын ашу-ызаға булығып: егер шындықты айтушы болсаң көрсет дейді. Мұса қолындағы таяғын жерге тастап жібергенде, ол ирелеңдеген жыланға айналып шыға келеді. Перғауын бұған қатты таң қалады, алайда таңданысын сездіргісі келмей: ей Мұса, тағы басқа не бар деп сұрайды. Мұса алейхиссалам қолын қойнына тығып қайтадан шығарғанда, ол өзінен нұр таратып тұрған аппақ болып шығады. Перғауын Мұсаның бұл екі мұғжизасына таң қалғанымен, оны көрмегендей кейіп танытады. Сосын қауымына қарап: бұлар жай ғана сиқыршылар, олар сендерді сиқырлап алып елдеріңнен шығарып жібермекші дейді. Осыдан соң Перғауын елдегі барлық сиқыршыларды жинап: егер Мұсаны жеңсеңдер, менің ең жақын адамыма айналасыңдар деп жар салады. Патша сарайының алдында бүкіл халық жиналып қалған еді. Жиналғандардың барлығы да ақиқатты білуге ынтық. Кім жеңіске жетер екен? Мұса мен Харун ба, әлде сиқыршылар ма? Жүздеген сиқыршылар бас қосып, қолдарындағы арқан мен таяқтарын жерге кезек-кезек тастап еді, жыланға айналып кетеді. Бірақ бұл сиқыр адамдарды арбау ғана болатын, ал адамдар шындықты қашан білмек? Міне шындықтың уақыты да келіп жетті. Алла тағала Мұсаға: қорықпа, сен әрдайым жоғарыда боласың, оң қолыңдағы таяғыңды таста, олардың жасағандарын жұтып жібереді. Олардың жасағандары сиқыршының айласы ғана, ал сиқыршы ешқашан жеңіске жетпейді деп әмір етеді. Таха сүресі 68-69 аятта. Мұса таяғын жерге тастаған кезде таяқ үлкен жыланға айналып, сиқыршылардың таяқтары мен арқандарын жұта бастайды. Бұл не? Сиқыршылар таңданған сілейіп тұрып қалады. Олар сиқыр мен оның түрлерін өте жақсы меңгерген. Бірақ мына көріп тұрғандары сиқырдың ешқандай түрі емес. Алып жылан олардың арқандарын жұтып жатыр. Бұл таңғажайып жағдай. Алла тағаланың құдіретіне көздері жеткен сиқыршылар адамдардың, тіпті Перғауынның көз алдында тәубеге келіп, жерге құлап, сәжде жасай бастады. Олар Перғауынның қаһарынан қаймықпастан: біз әлемдердің Раббысына, Мұса мен Харунның Раббысына иман келтірдік дейді. Осылайша Мұса мен Харун Алланың жәрдемімен жеңіске жетеді. Мұндайды күтпеген Перғауын мен оның нөкерлері енді Мұса пайғамбарды өлтіруді жоспарлайды. Олар Мұса мен бір топ иман келтірген сиқыршылардың соңына түседі. Ақыры қуып жетіп жақындай бергенде алдарынан асу бермес үлкен теңіз шығады. Теңіз бен дұшпанның ортасында қалған Мұса мен Харун бастаған топ енді шындап қорқа бастайды. Осы кезде Алла тағала Мұсаға: таяғыңмен теңізді ұр деп бұйырады. Мұса таяғымен теңізді ұрғанда, теңіз Алланың қалауымен екіге айырылып, ортасынан ұзын жол пайда болады. Мұсылмандар Алланың жіберген кереметінің арқасында теңіздегі жолмен киімдері су болмаған күйде өте шығады. Ал арттарынан өкшелеп келген Перғауынның әскері суға батып өледі. Алайда бір қызығы, нөкерлерінің барлығы дерлік теңіз түбіне батып кетсе де, Перғауынның өлі денесі суға батпай, теңіздің бетіне қалқып жүреді. Неге? Себебі сол кездегі адамдар Перғауынның өлетінін елестете алмайтын. Сондықтан Алла тағала адамдар көріп, Перғауынның өлгеніне көз жеткізулері үшін оның денесін су бетіне шығарып қояды.
бұл оқиғаны келер ұрпаққа сабақ, мысал ретінде қалдырып, бүгін сенің денеңді артындағыларға дәлел болу үшін қалдырамыз дейді. Бұл оқиға Ағраф сүресінің 103-125 аяттарында, Юнус сүресінің 75-92 аяттарында және Таха сүресінің 42-79 аяттарында және Құрандағы тағы да басқа бірнеше сүрелерде баяндалады. Достар, каналымызға жазылып, лайк қалдырып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.